2023 жылы бір кентаудан бір кісі өзім жеке нөмірім тауып алып хабарласып жатыр. Сені емші дейді, бала көтеру жағдайымен хабарласып тұр едік. Не болды десем, сөйтсем бір танысы осы бізден алтын қоңыз алып, жаңағы 8 жылдан бері бала болмай жүрген соң, осы алтын қоңыз ішіп ұрықтың сапасы көтерілмей жүрген екен. Ұрықтың сапасы көтеріліп, нәтижесінде простатиттен де емделді және ұрықтың сапасы көтерілді. Алтын қоңыз ішіп балалы болды, Құдайдың қалауымен. Сөйтіп кентаудағы танысын айтқан, кентаудағы танысы маған хабарласып жатыр, осындай алтын қоңыз гарантия ма бала көтеруге деген? Ешқандай гарантия жоқ. Себебі бұл Құдайдың мәселесі. Құдайдың мәселесінде адамға адам гарантия бермейді ғой. Бірақ себебін жасау керек. Ниет етіп ішу керек. Себебі бұл алтын қоңыз ішіп, мен қазір халық емі Нұрқаділ деген инстаграмда актуальныйға сап қойғам, бала көтеру деп. Сол жерде бір 30 шақты маған кері байланысқа шыққандар бар. 30 шақты адам осы алтын қоңызды ішу арқылы жаңағы ұрықтың сапасын көтеріп, простатиттен емделіп, жаңағыдай бала көтеріп жатқан жағдайлар бар. Біреуінде 10 жылдан бері, біреуі 1 жылдан бері, біреулері 5 жылдан бері, біреулері даже 24 жыл Қызылордадан болған, 24 жыл болған еді. Тұрмыс құрған, келіншегін көтермей жүрді, екеуі бірдей емделді. Әулие әмбиелер бар ма, қандай бақсы дей ме, балгер дей ме, бәрін аралап шыққан. Ең соңында осы алтын қоңыз ішіп жаңағыдай